Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз параметрлар, теңдеулер және теңсіздіктер. Енді параметрлар теңдеу деген сөз, мысалы қарайық. Мына есепте 383 есептің А-ның қандай мәнінде теңдеудің шешімі шексіз жиын болады. Яғни теңдеудің x айнымалысының бірнеше түбірі болады деген сөз. Бұл есеп шарт керек алдымен. Енді бұл есеп шарт үшін былай айтамыз. Бірінші әуелі жақшаны ашамыз. Сонда 6ax минус 6 минус a тең болады 2a плюс 2x минус 7-ге тең. Ары қаратай алары бір жағын шығарамыз. Яғни 6ax минус a минус 2a ол тең болады. Теңдіктің екінші жағында 2x минус 7 бар. Соған сол күйін жазып қоямыз. 2x минус 7 сосын плюс 6 бар. Мына 6 мына жағына оң жағына. Сосын аларды ықшамдайық. Өрнекті ықшамдайық. Сонда 6ax деген бізде ешкіммен бірікпейді. Минус a минус 2a ол минус 3a болады. Тең болады 2x минус 7 плюс 6 ол минус 1-ге тең болады. Содан 3a ортақ көшіп бар. Ол екеуін жақшалғанда шығарамыз. Сонда 2x минус 1 болады. Ол тең болады 2x минус 1-ге болады. Енді қарай бұл жерде. Біздер 3a не жерде қараңыздар. Теңдіктің оң жағын мына өрнекті түгелдей біз сол жағына көшірейік те нөлге теңестірейік. Сонда 3a бөлген 2x минус 1 минус жақшаның ішінде 2x минус 1 тең болады 0-ге болады. Енді екеуінде де ортақ бөлгіш 2x минус 1 бар. Олай болса осы ортақ бөлгішті жақшалғанда шығарайық. Сонда 2x минус 1 жақшаның ішінде бар. Бөлген 3a минус 1-ге тең болады. Жақша жабылады. Тең болады 0-ге болады. Енді қараңыздар. Осыдан a-ны табатын болсақ, мына екі жақша бірін көйліп оң жағын нөлге тең болғаннан кейін жақшалар жеке-жеке нөлге теңестіреміз. Егер жақшаны нөлге теңестіретін болсақ, 3a минус 1 тең болады 0-ге болса, онда 3a тең болады 1-ге болады. Сонда a тең болып тұр бізде 3-тен 1-ге. Енді қарайық. A тең болады 3-тен 1-ге болған кезде бізде мына теңдеуіміз біздің 2x минус 1 деп минус 1 көбейтілген 3a минус x деген минус 1 деген теңдігіміз a 3-тен 1-ге тең болса, a-ның орнына қойып көрейік. Сонда не болады? 2x минус 1 жақша жабылады. Көбейтілген 3 көбейтілген 3-тен 1 минус 1 тең болады 0-ге болады. Бұдан 2x минус 1-іміз сол күйінде тұрады жақшаның ішінде. Көбейтілген, қараңыздар, мына жерде 3 пенен 3 қысқарады. Сонда 1 қалады. 1 минус 1 ол тең болып тұр 0-ге деген сөз. Сонда қараңыздар, 2x минус 1 жақша жабылады. Көбейтілген 0 ол тең болып тұр 0-ге болып тұр. Яғни қараңыздар, мына жерде 2x минус 1-ді 0-ге көбейтетін болсақ, онда оң жақ 0-ге тең болып тұр. Енді қараңыздар, біз x-ның орнына мысал ретінде 1-ді қойып көрейік. 1-ді қойсам, екі жердегі 1-ім 2 болады, одан 1-ді еткен кезде 1 болады. Ал 1-ді 0-ге өтсем, ол 0-ге тең болады. Дұрыс па теңдік? Келесі 2-ні қойып көрейік. 2-ні қойсам, екі жердегі 2-м 4 болады. Минус 1-ді айтам, 3 болады. 3-ті 0-ге өтсем, 0 болады. Яғни, осылайша x-дің кез келген мәні үшін теңдік дұрыс болып тұрады. Сонда қараңыздар, бізде сұрақ былай еді. A-ның қандай мәндерінде теңдеудің шешімі шексіз көп болады. Яғни x-тің түбірлерінің саны шексіз көп болады. Ол бізде a тең болып тұр нешеге? 3-тен 1-ге деген сөз. Келесі біз мында теңсіздіктерді шешіңіз дейді. Ең бірінші. Қараңыздар. Мына есепті алып көрейік. x квадрат плюс kx плюс 1 үлкен не тең 0-ден дейді.
яғни ол осы теңсіздікті шешу керек. Сонда қараңыздар, бірінші белгіні былай x квадрат плюс kx плюс 1 екеніне тең 0-ден болып тұр. Олай болса біздер дискриминант табамыз. Бірінші дискриминант табу үшін квадраттың керегі бар бізде. X квадрат плюс kx плюс 1 тең болады 0-ге болады. Араты енді дискриминант тең болады k-ның квадраты минус 4 көбейтілген 1 болады. Тең болады, ол не болады? К квадрат минус 4-ке тең болып тұр. Енді қараңыз, теңсіздіктер шешімі дейді. Дискриминантын тауып алдық. Енді x1 мен x2-ні табады. x1 тең болады минус k минус 4 астында k квадрат минус k квадрат минус 4 бөлінген 2. Екінші x2-міз ол тең болып тұр. x2 тең болады, ол минус k квадрат минус 4. Жерде минус болды бізде, мұнда плюс болады, бөлінген 2 болады. Енді қараңыздар, мына жерде теңдеудің егер дискриминант бізде 0-ге тең болса, онда теңдеудің бір ғана түбірі болады деген сөз. Біздерде дискриминант 0-ге тең болған уақытта k квадрат минус 4 ол тең болады 0-ге болса. Онда k тең болды, бізде k квадрат тең болады 4-ке болады, бізде k тең болады плюс минус 2-ке болады. Яғни плюс минус 2 деген сөз теңдеудің бір ғана түбірі, яғни k плюс минус 2-ке тең болған кезде осы тек қана теңсіздіктің шешімі ол плюс минус 2 болады. Арат енді дискриминант бізде кіші 0-ден болатын болса, онда теңдеуіміз k квадрат минус 4 кіші 0-ден болған кезде, яғни бір жерде солай кіші 0-ден, яғни k бізде минус 2 менен 2-нің арасы кіші 0-ден болса, яғни аралық деген сөз. Сонда k квадрат минус 4 кішіне тең 0-ден, яғни жерден k-ны табатын болсақ теңдеуге айналдырамыз. Енді k квадрат минус 4 тең болады 0-ге болады, k тең болады плюс минус 2-ке болады. Осы жерде k квадрат кіші 0-ден болатын болса, онда екі теңсіздіктің екі түбірдің арасы болады деген сөз. Бұл жерде теңсіздіктің бірнеше көп, шексіз көп шешімі болады деген сөз. Яғни шексіз көп шешімі болады. Яғни x-тің шексіз көп шешімі болады. Шексіз көп шешім. Және дискриминант үлкен 0-ден болған кезде бізде, дискриминант үлкен 0-ден болған кезде қараңыздар, біздер мына екі түбірін тауып қойдық қой. Дискриминант үлкен 0-ден болса, онда k квадрат минус 4-ке тең болады деген сөз. K квадрат минус 4-міз үлкеніне тең 0-ден деген сөз. Яғни мына жердегі түбіріміз біздің ол мына x1 мен x2-нің арасы деген сөз. Яғни сан өзін саламыз. Сосын мына жерде x1 бар, мына жерде x2. Енді қараңыздар, үлкен 0-ден ашық болады. Және ол мына жеріміз бізде x1-міз минус k минус 4 астында k квадрат минус 4 бөлінген 2. Екінші x2-міз бізде минус k минус 4 плюс 4 астында k квадрат минус 4 бөлінген 2 деген сөз. Яғни мына аралықта деген сөз. Сонда теңсіздіктің шешімі бізде осылай болады. Яғни былай қысқаша жазатын болсақ, мысалы минус шексіздіктен минус x1-ге дейінгі аралық жақшамен біріккен x2-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық. Түсінікті? Яғни қалған теңсіздіктерді сіздер осылай шығарасыздар. Осы үш теңсіздік.